Құрметті қазақстандықтар, ұлы отан соғысының ардагерлері, еңбек және тыл ардагерлері, сіздерді 9 май жеңіс күні мейрамымен құттықтаймын. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Отбасыларыңызға амандық тілеймін. Ұрпақтарыңыз саналы, салиқалы, тәрбиелі болсын деп тілеймін. Біз сіздердің арқаларыңызда жарқын болашақта, міне бейбітшілік өмірде өмір сүріп жатырмыз. Біздің қазақстандықтар, қазақ халқының ұл-қыздары осы 41-45 жылдағы қан майданда өте сондай ерлік пен намысшылдықтармен көзге түсіп батыр атанды. Солардың ішінде біздің қолбасшымыз Бауыржан Момышұлы атамыз, Рейхстагқа ту тіккен Рахымжан Қошқарбаев, ұшқыш Нұркен Әбдіров, Совет одағының батыры Қазыбек Нұржанов, апаларымыз ерлікпен қаза тапқан Әлия Молдағұлова, Мәншүк Маметова, ұшқыш апамыз Қиуаз Доспанова, қаншама олар өздерінің жандарын біздің жарқын болашағымыз үшін пида етті. Осы ата-апаларымыздың рухын ұмытпай, әрқашанда еске алып, біздің болашақ ұрпағымыз өзінің тілін, дінін, намысшылдықтарын насихаттап, өмірді де өздерінің алға қойған мақсаттарына жетуіне, біздің тәуелсіздігіміздің мәңгілік болуына тілектеспін.